Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 21 желтоқсан күніне болжам. Бүгінгі күнде шаш қидыруға онша емес. Бүгін жылқыларға стресс және тышқандарға да стресс деп тұр. Наказание не любви, жала жабылуы, либо күйеуіңіздің қызғанып қалуы, либо сіздің қызғанып қалуыңыз мүмкін. Егер картаңызда тышқан бар болса, либо декабрь айында туылған болсаңыз, либо март айында туылған болсаңыз, немесе қоян жылғы болсаңыздар. Абайлаймыз. Және егер де балдарында бар дейтін болса, түнделетіп жүрмей қойсын, әсіресе түнгі сағат 11-ден 3-тің аралығында. Жаңа айтуды, сондықтан тілек тілейміз, міндетті түрде тілек тілейіңіздер. Бүгін 21 желтоқсан күні және бүгінгі күнде 6 ай тұратын 26 жылдың 21 июніне дейін тұратын активация бар. Сағат 15:30-дан 17:00 аралықта үйіңізде жылқы бар болатын болса, жылқы статуэткасы 2 жерге қою керек. Егер де мен тышқан жылғымын, либо үйде тышқан жылғы адамдар бар дейтін болсаңыз, онда қоймаймыз. Оның орнына машинка, самолет, орнынан қозғалатын поезд болса, сол екеуі бізге керек. Запад секторға біреуін, север секторға екіншісін қоямыз, айтылған уақытта екеуін бірге. Егер де үйде онлайн жұмыс істегім келеді, үйде отырып жұмыс жасаймын мен дейтін болсаңыздар, тұмсығын ішке қаратып, үйге қаратып қоясыздар. Ал егер де мен сыртқа кеткім келеді, басқа елге жұмыс жасағым келеді дейтін болсаңыздар, тұмсығын далаға, үйдің сыртына қарай қаратып қоясыздар. Сол кезде клиенттер, ақша, сол байлықтың энергиясын активациялайсыздар. Және кеше прямой эфирде бергемін активацияны әр вторник, әр воскресенье неше апта қайталау керектігін егерде білгіңіз келсе, прямой эфирді қараңыздар. Қалталарыңызға бір уыс тұз салып алып азанғылық, және кешке соны суға ағызып жіберіңіздер, сәттілік алып келеді, қарыз кредитіңізді жояды деген. Осыны бүгін воскресенье жасау керек, оны ұмытпаймыз. Және тағы активация беремін дегенмін, үйленбеген қыздарға сыпырғыларыңызды дайындап қойыңыздар деп. Енді дәл соны бүгін жасау керек. Үйіңізден шығар есіктен шыққан кезде юга западқа қарай, либо востокқа қарай сыпырып, үйіңізден сыртқа шығып ауланы юга-восток, либо восток, либо юга-западқа қарай жүріп сыпырамыз. Тілегіңізді айтып жүріңіз, өміріме жаңа адамның келуіне жол ашамын. Осындай өміріме адам келсе екен, бақытты болсам екен деген сияқты сондай тілек айтсаңыздар болады, міндетті түрде орындалады. Сәттілік. Бүгінгі күндеріңіз өте керемет өтсін. Барлық ритуалды бердім деп ойлаймын. Жасаңыздар, бай қуатты болыңыздар, сәттілік келсін.